Абай Құнанбаев 13-ші қара сөз. Иман деген Алла табараққа уа тағаланың шәріксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уа әр түрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм арқылы жіберілген жарлығына білдіргеніне мойын ұсынып инанбақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел іспет қыларға жараса, мұны яки имам десе керек. Екіншісі, кітаптан оқу, бірлән яки молдалардан есту, бірлән иман келтіріп, сол иман келтірілген нәрсесіне соншалық берік боларға керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, 1000 кісі 1000 түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл иманды имам талқиды дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Яғни, иманы бар деуге ғылымы жоқ, талқиды иманы бар деуге біріктігі жоқ, я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, өтірікті шын деп ант ететін кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын, әр нешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай тағала кеңшілігімен кешіреді дағы демесін. Оның үшін Құдайдан тағаланың ғафуына яки пайғамбарымыздың шафағатына да симайды. Мүмкін де емес. Қылыш үстінде серт жоқ деген. Құдай тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрсын.